Мен Асхат Амина Әсетқызы, Жетісу облысы Панфилов ауданы Жаркент қаласының Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектеп-гимназиясының 9-шы А сынып оқушысымын. Жоңғарларға қарсы күресті Есім ханның ұлы Жәңгір хан басқарды. Ағынтай батыр Есім мен Жәңгір хандарының сенімді серіктерінің бірі. Ағынтай 1620 жылдан бастап жоңғарлармен болған ірі шайқастардың барлығына қатысқан. 1999 жылы 15 қазанда Құлшынбай жерде мемориалдық ескерткіш ашылды. 1635 жылы шайқастардың бірінде Жәңгір хан жеңіліс тауып тұтқынға түседі. Бірнеше жылы тұтқында болған Жәңгір өзара бітімнен кейін қазақ даласына оралады. Осыдан кейін Жәңгір хан жоңғарлармен бітіспес жауға айналады. 1640 жылы жоңғарлар қазақ даласын нысана ретінде қарастырып құрылтай өткізеді. 1643 жылы Батыр Қоңдайшы бастаған ойрат қалмақ 50.000 қолмен қазақ елін жаулап алуға аттанғаны жөнінде Салқам Жәңгір өз адамдарынан мәлімет алады. Бұрлақтың бойында ұлы жебемен қарсы алынды. Бұл жерге қылыш көтеріп келгендер өз қанына өзі тұншығады. Ойраттар 50.000 болса да 600 сарбазын жетеді. Қостықты бастаған қалың, Сүлеймен бастаған 80 мергенің бар. Қия тұмсықты біздіп барғанша төтеп беріңдер, деп Салқам Жәңгірге хабар жібереді. 600 қой тасты паналап, ор қазып алып, жауын ұлы жебемен қарсы алады. Сонымен қатар сасық текенің түтінін де пайдаланады. Салқам Жәңгір әскерінің бас қолбасшысы Қостықты батыр 600 сарбазын үз суытар жерге тастап, ойраттардың алдына өзі шығады. Оларды алдаусыратады да сасық теке түбіне уландырады. Халқының аз екенін білген жау жапырып тастамақ болып, лап бергенде ұлы түтінге, онан соң ұлы жебеге орнады. Міне, осындай амалайлы арқасында қалмақ қолы ойсырай бастайды. Көп адамнан айырылған соң, оларды қоршап алуға аланың тарлығы мүмкіндік бермеді. Сол кезде Жәңгір хан олардың ту сыртынан шабуылдады. Осы кезде 20.000 қолмен Жалаңтөс Баһадүр қолы тықсыра бастайды. Жоңғарлармен шайқаста Жәңгір тапқырлық көрсетіп, дұрыс шешім қабылдады. Жоңғарлардың отрядтары ойлы-қырлы жерлерінен кезеңге шығып, оқты қарулармен қаруланған қазақтармен соғысуға мәжбүр болды. Қазақ хандығының әскери соғысу тарихында алғаш рет оқпана қазып соғысу тәсілі қолданылды. 1993 жылы 3 шілдеде Бейжайлау алабында ұлы жеңістің 350 жылдығына арналған мерейтой өткізілді. Ұрыс болған жер Орбұлақ, ал оқиға Орбұлақ шайқасы деп аталып, гранит таспен белгі қойылды.